саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Жансая. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Бұл ауыл әлемдегі ең әдемі ауыл деп танылғанын білесіз бе? Австрияның Гальштадт ауылы ең әдемі ауыл екенін білесіз бе? Гальштадт ауылының табиғаты өте сұлу және әдемі. Бұл ауылда бар болғаны 800 адам тұрады. Бірақ жылына бұл ауылға 1 миллион турист келетінін білесіз бе? Таулардың баурайында тар көшелерінде орналасқан үйлерге сүйсіне қарауға болады. Ол үйлер 16 ғасырдың стилімен салынған. Бұрынғы кезде ол ауылға жету үшін кеме пайдаланған. Альп тауы мына көлді айна секілді пайдаланып, өз-өзіне тамсанып қарап тұрғандай көрінеді. Миллиондаған турист осы сұлулықты көру үшін жан-жақтан жиналады екен. Бірнеше әлемдік журнал Гальштадт әлемдегі ең әдемі ауыл деп таныған. Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер. ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасына енген Гальштадт әрбір үйі конкурсқа қатысып тұрған сияқты. Білесіз бе, Гальштадтта айналаңызға қарасаңыз, қай үй әдемі, қай үй терезесі гүлі әдемі деп сұлулықты салыстырасыз. Білесіз бе, қытайлықтар Гальштадтқа қызыққаны соншалықты, қытайлар дәл сол ауылдың көшірмесін жасап қойған. Қытайлықтар Гуандуннан осы ауылдың көшірмесін салғанда әрбір үйді тіпті есіктің ұстағышына дейін ұқсатқан. Гальштадт ауылының айналасы орманды алқаппен орналанған. Орманды алқаптан олар арасында үйлер салатынын білесіз бе? Гальштадтта тұз өңдеп шығаратынын білесіз бе? Тұз шығаратын шахта бұл жерде ең ежелгі, оған 3000 жыл болған. Бұрынғы кезде әлемнің әр жерден тұз саудасымен айналысуға Гальштадтқа келген. Гальштадтта әдемі жерлердің бірі базар алаңы Марктплац. Ол жерде әдемі ғимараттар мен отель, кафе, асханалар орналасқан. Сіздің ойыңызша ең әдемі ауыл қайсысы болды екен? Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар.